Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкейдің өмірі, Тортай мінер Ақбозат әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты жазушыны оның өмірі мен әңгімедегі орындалмаған арманды таныту, ақпаратты өздігінен қорытуды, шығармашылық жұмысқа пікір айту дағдысына үйрету, достық қадірлеуге, азаматқа құрметпен қарауға, бауырмалдыққа, қазақы салтты тануға үйрету. Өздеріңіз көріп отырған суреттерге шолу жасайық. Ақбозат деген қандай десек, бұл жылқының түсіне қатысты атауы. Келесі суретте жылқы малынан алынатын ұлттық сусынымыз қымыз көрсетілген. Сондай-ақ жалпы ұлттық сүт өнімдерінің түрі берілген. Және де қазақ ауылының тұрмысы берілген. Шығарма авторы Оралхан Бөкейдің өміріне шолу. 60-90 жылдар әдебиетінің бір тума дарынды тұлғасы, өзі туған өр алтайындай оның асқақта биік адамдарын өршіл рух, кестелі тіл беделімен жыр ететін Оралхан Бөкей сөз өнерінің әлеміндегі ірі құбылыс болып қалды. Қыран өмірі қысқа, бірақ оның артына қалдырған мұрасы саны жағынан болсын, сапасы жағынан болсын бүкіл адамзатқа ортақ асыл қазына. Себебі Оралханның әр шығармасындағы біз осы неге осылай деген сұрақ бір адамға, бір ұлтқа қаратылып айтылатын сұрақтар емес, тіршілік әлемнің ең басты өкілі адамға қойылатын сұрақтар. Ар тазалығы, ар алдындағы адам, намыс, жан сұлулығы, ой сезім мөлдірлігі, биік парасаттылық жазушы шығармаларының алтын қазығындай. Тортай мінер Ақбозат әңгімесінің қысқаша мазмұны. Бұл әңгіме соғыстан кейінгі уақытта салық салған етегін қоныстаған ауылдың тыныс тіршілігі, балалардың өмірі, армандары туралы болатын. Әңгімеде меннің, яғни автордың баяндауы Тортайдың бақыты жайлы, Ақбозат жайлы, арман қиялы, ең соңында бәрі ертегі болып, тағдыр салмағын көретінін, Тортай мінетін атты сол өзінің мініп кеткенде жаны ауыратыны сондай аянышты баяндалған. Автор ауыл балаларының тірлігін қызықтыра айта келіп, олардың арасында ата-анасынан ерте айырылған Тортай атты досының тағдырын баян етеді. Ол зерек, алғыр, өте ақылды, білімділігінің арқасында қатарының алды бола білген, тіпті достар оны араларындағы данышпан санаған. Бір кітапты айналдырып оқи беретін. Бір күні Ораш пен Тортай тау басында бұзау бағып жүріп, көкжиекке қарап, таудың ар жағына көз тігеді. Тортай арманшыл бала. Тау артындағы Моңғолияға барып, ондағы халық бұл екеуін құшақ жайып күтіп алса, тойдырып тамақтандырса, қыдырсақ деп арманға батады да сөзін көрген түсімен баяндайды. Түсінде Ақбозат ат көрген ол өңінде де сондай ат мінгісі келетінін айтады. Бірақ бұл үмітіне күдікпен қарайтын еді. Жазушы қаламының қарымдылығының арқасында әңгімеге арқау болған ауыр мұң, қатал тағдыр салмағы, орындалмаған арман, бәрі нанымды шынайы суреттелген. Шығарма кейіпкерлері. Тортай, әке-шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін 14 жастағы бозбала. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар болғанымен, балалардың арасында білгіш және басқалардан ерекшелігі бас алмай кітап оқи беретін. Тортай ойынан ертегілер шығарып, балаларға айтып береді. Соны балалар ұмытпай, кейін өз балаларына айтып береді. Фермердің баласы, байқуатпын деп мұрнын көкке шүйірмейтін, басқа балалармен өзін тең көретін қамқор адал дос. Балалар, Тортайдың сол ауылға сіңісіп кетуіне көмек берген кеңпейіл достар. Шығарма бойынша түсіндірме сөздік. Мәтіннен алған дәйек сөздердің мағынасы. Қой аузынан шөп алмас, жуас, момын, ұялшақ, жасқаншақ. Құлағының сәл мүкісі бар, саңырау, құлағы естімейді. Кетерінде сүйікті кітабын сыйлап тұрып, мен үшін де оқы, бәлкім мен міне алмаған Ақбозатқа сен мінерсің деді. Достыққа адал, мейірімді. Аузымызды ашып тыңдайтын абызымыз. Білімді, оқып тоқығаны мол. Тоқ бала аш баламен ойнамайды. Жетімдікті тауқыметті көп көрген. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көремін.
Бастықтың баласымын деп мұрыңды көкке көтермейсің, қарапайымсың. Қамқор, ақылшы. Әкем де, шешем де сол кітап. Кітапқа ерекше құмар. Шығарма бойынша мағынаны таныту. Шығармадағы лирикалық кейіпкер кім? Тортайдың жеке басының арманы не? Әңгіменің соңында лирикалық кейіпкер қандай шындықты айтады? Сұрақтарға жазбаша жауап жазыңдар. Шығарма авторы Оралхан Бөкей кім? Кластерді толтырыңдар. Үйге тапсырма: шығарманы толық оқу, Тортайға мінездеме беру.